1885 жылдың 25 қарашасында Торғай облысының Жангелдин ауданында туған Ыбырай Алтынсарин ашқан уездік орыс-қазақ мектебінің түлегі Міржақып Дулатовты замандастары, қаламдастары, күллі зиялы қауым Жақаң деп қастерлеген. Десе дейтіндей-ақ, сондай қиын-қыстау заманда ұлттың атымен қазақ деген газет шығару ісіне қолында мал-мүлкі бар байларды тартуға, Ахмет ағасына жәрдем беріп, газеттің шығуы тоқтаған күнге дейін бірге болған інісі, сенімді серігі Міржақып құрметтің қандайына болса да лайық. Алғашында Қазан төңкерісінен қазаққа бостандық, тәуелсіздік күтіп, кейіннен кеңестік идеяның отаршылдық саясатын байқаған соң, оған қарсы Алаш әскерінің жасағын құрған арыстай азамат ақыры айдауға түсіп, Ақ теңіз жағалауында лагердің лазаретінде көз жұмды. Міржақып Дулатовтың өз кіндігінен өрбіген екі перзенті болған. Қатал тағдыр ұлықтың ұрпағын жалғар Әлібегіндей көп көріп, әкесі айдауда жүргенде кішкентай бөбек жазатайым жазымға ұшырап көз жұмады. Сөйтіп, жан-жары Ғайни Жамал қайғы үстіне қайғы жамап, Жақаңның көзінің қарашығындай қызы Гүлнарды құшақтаған күйі қала береді. Басына қандай қасірет төнсе де, әкесінің тегін тастамай бүгінге жеткізген Гүлнар Міржақып қызы өз әкесі жайлы мынандай естеліктермен бөліседі. Біздің үйде ескі бір сурет жүретін. Түгілі тұрған киіз үй, оң жағында жеңіл көлік, рөлді жүргізуші, ал көліктің сыртында газетпен жүзін көлегейлеп менің әкем тұр. Жанында Бөкейхановтың қызы Лиза менен ұлы Үгітай, Сергей бар. Ал киіз үйдің сол жағында жерде үлкен кілем төселген. Ақ дастархан басында самаурыннан шай құйып менің шешем отыр. Төрде Ахмет Байтұрсынов атамыздың тізесінде 9 айлық мен отырмын. Әкем ұсталған соң 40-шы жылдардың шамасында ұрланып кеткен осы сурет қазіргі күнгідей көз алдымда. Әлгінде суреттегі Ахмет ата, Алихан аға және біздің отбасы барлығымыз 1918 жылға дейін Орынборда қоян-қолтық араласып тұрдық. Содан кейін елге оралдық. Аласапыран заманында да бірге жүрдік. 1925 жылы біз Қызылордаға көшіп барғанымызда Ахмет Байтұрсынов атамызбен бәріміз бір үйде тұрдық. Сол кездегі алаш зиялыларының барлығы Жүсіпбек Аймауытов, Мағжан Жұмабаев, Қошке Кемеңгерұлы, Сұлтанбек Қожановтар біздің үйде жиі бас қосатын. 1933 жылы бұл кісілердің барлығын қамауға алып, әуелі Қызылорда түрмесінде отырды да, кейін барлығын 5 жылға соттап, жер аударды. Айналасында болып жатқан саяси оқиғалардан гөрі, алдындағы малын бағып жүре бергенді тәуір көретін халқын, қалың ұйқы құшағында жатқандай сезінген ақын, қалайда оятуын керек деген талап қойды өзіне. Көзіңді аш, оян қазақ көтер басты, өткізбей қараңғыда бекер жасты, жер кетті дін нашарлап хәл харам бол, қазағым енді жату жарамасты деп, Оян қазақ атты өлең жазуы соның нақты дәлелі. 1909 жылы Міржақып Дулатовтың дәл осылай аталатын жарық көрген кітабы қалың оқырманның қолына тиісімен ауыздан ауызға тез тарап кетеді. Ақынның патша үкіметі тарапынан қудалауға түсуі де осы оқиғадан бастау алғанды. 1911 жылы алаш ардақтылары бас қосатын орталық Семей қаласына барған сапарында Міржақып Дулатовты тұтқындап, бүкіл шығармаларын да қаттап алған. Бұл туралы кезінде Айқап журналында қысқа хабарламада басылған еді. Патшаның әкімшілік орындарына соншалық құбыжық көрінген Міржақыптың атын атап, баспасөзде ол жайлы хабар таратуға тыйым салғанына қарамастан, Айқаптың осындай хабарлама бергені Міржақыптың ел ішіндегі әлеуметтік өмірінде тұлғаға айналғанын айғақтайды. Әкесінің тұтқындалған сәтін Гүлнар Міржақыпқызы былай деп еске алады. Шыңғыстауда тұрғанымызда бір күні бізге Міржақып ұсталды деген суыт хабар келді. Ести салысымен қыс болғанына қарамастан Семейге жеттік. Семей біздің отбасымыз үшін ерекше ыстық қала. Біз онда қосқабатты үйде біршама уақыт Бөкейхановтар отбасымен бірге тұрғанбыз. Сол Семейдің түрмесінде жатқан әкем мен Алихан Бөкейхановты Орынбор түрмесіне жіберді. Онда біраз уақыт қамауда болған соң екеуін де босатты. Алихан Бөкейхановты Мәскеуге жіберіпті де, әкем сол Орынборда қалыпты. 2 айдан соң шешем екеумізді өзінің қасына алдырды. Бұл 1922 жыл болатын. Содан 1928 жылға дейін небәрі 6 жыл ғана біз отбасы болып ғұмыр кешіппіз. Алаш көсемдерінің бірі болғандықтан өмірі қуғынмен қамауда өткен Міржақып Дулатов бір емес, 2 рет Семей түрмесіне түседі. Бірі соны патша тұсында Оян қазақты жарыққа шығарған кезінде болса, екінші рет араға 11 жыл салып, 1911 жылы Семей облыстық сотында судья болып қызмет атқарып жүрген жерінен қамауға алынады. Гүлнар Міржақыпқызының айтып отырғаны осы екінші рет түрмеге түскен кезі. Дегенмен
Көп ұзамай бостандыққа шыққан Жақаң Орынбордағы Қазақтың халыққа білім беру институтында оқытушы болып орналасады да 1926 жылға дейін отбасымен сонда тұрады. Тыныштықта өткен осы 4 жылда Міржақып Дулатов шығармашылық жағынан да еңсесін көтеріп, есеп құралы мен Балқия атты 4 перделі пьеса және бірнеше аударма жұмыстарын жазады. Дегенмен бұл дауыл алдындағы тыныштық екен. Себебі көп ұзамай 1928 жылы қазақтың үркердей оқыған зиялы азаматтарының қатарында Міржақыпты да тұтқынға алып алғашында ату жазасына кесіп, кейін оны 10 жылға абақтыға қамау жазасымен алмастырады. Бутырка түрмесінде жалғыз өзі бір камерада жатқанында әкем жынданып кетпес үшін күнделікті берілетін қара наннан шахматтың фигураларын жасап, екі кісі секілді өзімен өзі ойнайды екен. Көрші камерада жатқан тұтқындар мынау жынданып кеткеннен саумыз деп таңданатынға ұқсайды. Сондай-ақ оқитын кітап, жазатын қағаз таппай қиналған әкеміз тордың ішінде бірнеше сағат бойына ерсілі-қарсылы жүретінге ұқсайды. Оны өзінше күніне бірнеше шақырым жүрдім деп есептейді екен. Ату жазасына кесілгендігі жөнінде хабарды естігенде қатты күйзеліпті. Оны бізге қабырғалас отырған Ахмеди Мамаев дейтін кісі айтып берді. Онда да кезінде айта алмаған, кейін заман біршама тынышталған тұста барып айтты ғой. Шыбын жаны шырқыраған сәтінде әкем Гүлнар, Гүлнар, Гүлнарым дейді екен. Жаны қиналғанда сүйікті қызын сағынып аңсап, менің атымды атап шақырғаны көңіліме біртүрлі аяныш туғызады. Ғайнижамал Баймұратқызы жұбайы Міржақыпты абақтыдан шығарудың түрлі жолдарын қарастырды. 1934 жылы сол кездегі Красный Кресттің бастығы Максим Горкийдің жұбайы Екатерина Павловнаға Жақаңмен жолығуға рұқсат сұрап хат жолдайды. Содан 9 жасар ұлы Әлібекті ертіп, сонау жердің түбіне барады. Осының соңғы кездесу болғанын Жақаңның іші сезгендей, соңынан былай деп хат жолдайды. Сендер кеткелі мен әлгі пәтерге күніне 2 рет барып тұратын болдым. Сол жерде сендердің естерің қалғандай. Соны ескесем, сағынышым басылатындай деп. Хатты алғаннан кейін көп ұзамай 1935 жылдың мамыр айында Дулатовтар шаңырағында кенеттен қайғы кіреді. Жақаңның жалғыз мұрагері Әлібек қыстың күні шананың астында қалған болатын. Сол жатқаннан көктем шыға қайтыс болды. Көңіл айтуға Бәтес апамды ертіп Ахмет атам келді, деді Гүлнар Міржақыпқызы. Сөйтіп шешеме қарап, шырағым берік бол, сабыр ет, балам қайтыс болды деп қабырғаңды қайыстырма, баласыз мен де жүрмін ғой. Сосын деп біраз бөгеліп тұрды да, Әлібектің қайтыс болғанын Міржақыпқа айтпа, артымда ұлым бар деп жүрсін, көп ұзамай келеді ғой, сонда бірақ естісін деді. Су бойы әкем ұлының қазасынан бейхабар күйде кетті ғой. Бір қайғы бір қайғыға ұласып, бір жылда қос бірдей қайғымен ұшырасу біздің қабырғамызға қатты батты. Бізді бір мезгіл келіп жұбататын ақаң да көп ұзамай ұсталып әкемнің тағдырын құшты. Ондай бақытсыздықты бүгінгі ұрпақтың басына бермесін Құдай. 1937 жылдан бастап шешемді Алматыда тұрғызбады. Содан соң ол әпкесімен бірігіп Талғардан бір үй сатып алып сонда тұрды. 1939 жылы мен Том қаласындағы оқуымды бітіріп Шымкентке келдім. Шешемді қолыма алып бір жылдай ғана тұрдық. 1940 жылы 15 қыркүйекте небәрі 45-ке қараған шағында шешем Ғайнижамал Дулатова дүниеден озды. Сонау 1935 жылы халық жауы деп айыпталып ақырғы өмірін азап лагерінде өткізген Жақаң араға 53 жыл салып барып 1988 жылы осы бір айыптаудан бір жола ақталды.